Диас, Диас, оян! Диас, сен тірісің ғой, оян! Ой, кім ол? Диас, оян! Так, тихо, мен қайдамын? Мынау чё за место? Так, житель, ал сен мұнда не істеп жүрсің? Диас, сен мені білетін шығарсың. Так, погоди, житель. Біз қайдамыз вообще? Мынау чё за клетка вообще? Погоди, житель. Мен, по-моему, сені білемін. Мен сені таныдым уж, по-моему. Мен сені 3 жыл бұрын жер астыдағы қорқынышты үйде көргенмін. Диас. Чего? Чё за фигня мен артында? Кім? Господи, житель, сен немнеге? Мені шошытасың, немнеге келдің сен вообще мұнда? Саған не керек вообще? Түсіндім, сен походу есіктен осында келген шығарсың, но саған немне керек, айтшы. Диас, помнишь, сен бізді құтқарып едің ғой, и біз өте қуанғанбыз. Короче, біздің мен саған бір нәрсе айтқым келіп тұр. Біздің деревнямызға монстрлар нападать етті, разбойниктер, поборниктер, олар осы жер астындағы қорқынышты үйде тұрады. Өтінем, көмектесші. Житель, по-моему, мен сені таныдым. Сен 3 жыл бұрын жер астыдағы қорқынышты үйде менен көмек сұрағансың. Біздің деревнямызға разбойниктер, поборниктер нападать етті деп. Я, Диас, мен сол жительмін, мен тот самый жительмін, Диас. Так, погоди, біз қайдамыз енді? Мынау чё за подвал непонятный? Диас, мен осы подвалды білем. Мынау басқа бір жер астыдағы қорқынышты үй, жап-жаңа жер астыдағы қорқынышты үй, разбойниктер, поборниктер построить еткен. Понятно. Погоди, житель, мен, по-моему, уже вспоминать етіп жатырмын менің осы жерге қалай түс қалғанымды. Мен, короче, 1 сағат бұрын бір мирге кіргенмін, жай ғана выживать ету үшін. И потом мен ағаш добыть етіп, өзіме осы ресурстарды істеп болғанда, мен какой-то бір мен какой-то бір непонятный постройка көріп қойдым жерде. И потом, короче, мен соны қарап болғанда, мен артқа бұрылғанда, мен какой-то бір разбойникті көрдім. И потом сол разбойник мені бірақ ұрды, и мен талқалдым. И потом 1 сағаттан кейін мен осында ояндым, сен мені ояттың осында. Понятно, Диас. Так, кстати, житель, сен тоже осындасың ба? Сен тоже осында оян кеттің бе? Где-то 1 минут бұрын, или немесе 5 минут бұрын? Жоқ, Диас, мен осы тюрьмада уже 7 ай отырмын. 7 ай. Так, погоди, қайдағы 7 ай? Сен осында қалай түс қалдың? Сен тоже айтшы өз историяңды. Ладно, Диас, қазір мен саған бәрін айтамын. 7 ай бұрын не болғанын. Житель, давай айт. Диас туралы не білетініңді? Айт тез. Пожалуйста, разбойник, өлтірмеші мені. Мен ештеңкені білмеймін. Пожалуйста, не надо.
Айт дедім мен саған, Диас туралы не білесің? Информацияны айт, Диас туралы не білетініңді. Если айтпасам, то мен сені мынау басты, мынау жительдің басын кескен сияқты сенің де басыңды солай, дәл солай кесіп тастаймын. Вот, ананы көріп тұрсың ба? Мен мынау жительдің басы, мен оны недавно кесіп тастағам, оның басын. Так что айт тез. Жарайды, айтамын, только басымды кеспеші. Короче, Диас кеше только что ютубқа вернуться етті. Прям кеше ол кеше мынандай видео түсірген, Rope Hero деген ойын ойнайтын видео. Кеше вот мен осыны ғана білем. Ол 1 жыл бұрын видео вообще түсірмей кетті. Ал кеше ол қайта оралды ютубқа. Жарайды, житель, мен сені өлтірмеймін. Но даже мен сені өлтірмесем де, мен сені тюрьмаға посадить етем. Потому что мен жительдарды чек көремін. Мынау Диасты мен скоро табам деп ойлаймын. Ол біздің половина разбойниктарымызды өлтіріп тастады 3 жыл бұрын. Жарайды, давай кеттік тюрьмаға. Короче, Диас, вот мен саған айттым, историяны 7 ай бұрын болған. Вот мен осы тюрьмада уже 7 ай отырмын. Понятно, житель. Так, бізді вообще. Так, анау разбойниктердің и поборниктердің бастығын өзі қайда вообще? Ол чё-то мында жоқ вообще. Диас, артыңа қарашы. Так, чего? Артымда не бар? Тихо! Сен кімсің? Привет, Диас. Қалайсың? Так, погоди, мен сені білемін. Бұл сен сон ғой, мені осында засунуть еткен. Осы жер астыдағы қорқынышты подвалдағы осы тюрьмаға. И еще мынау жительді тоже. Я, Диас, бұл мен, короче, разбойниктер мен поборниктердің бастығымын. И осы жер астыдағы қорқынышты, и ол біздің базамыз, біздің разбойниктердің и поборниктердің базамыз. Диас, короче, сен 3 жыл бұрын біздің ескі жер астыдағы қорқынышты үйімізге келіп, и біздің половина ресурстарымызды ең астыңғы жақтағы деревнядағы ресурстарымызды ұрлап алдың. И еще біздің половина разбойниктер и поборниктерімізді өлтіріп тастағансың. Вот, сол үшін мен сені 3 жыл іздеп, вот осы новый жап-жаңа жер астыдағы қорқынышты үйдегі осы тюрьмаға засунуть еттім, чтоб саған отомстить ету үшін. Я разбойник, мен сендердің половина ресурстарыңызды ұрлап алдым, и сендердің половина разбойник и поборниктеріңізді өлтіріп тастадым, потому что сендер злойсыңдар, сендер жительдарды похищать етесіңдер, и осы жер астыдағы қорқынышты үйге засунуть етесіңдер, и еще жительдарды өлтіресіңдер ғой. Вот сол үшін мен солай істедім. И, кстати, Диас, мынау жап-жаңа жер астыдағы қорқынышты үйіміз біздің. И осы жер астыдағы қорқынышты үйде жап-жаңа разбойниктер бар. Разбойниктер магия иметь ететін. И, кстати, Диас, мен сені осы тюрьмаға засунуть еттім еще, потому что сен еще 3 жыл бұрын біздің ескі жер астыдағы қорқынышты үйімізде анау вызывательді өлтіріп тастадың. И сол вызыватель, ол менің досым болған, ең жақын досым.
Погоди, вызыватель. Сен анау вызывательді айтып тұрсың ба? Мені сол кезде тюрьмаға посадить етіп, былай айтқан. Все, Диас, сен осы клеткада навсегда отыратын боласың, түсіндің ба? Деп айтқан вызывательді айтып тұрсың ба сен? Иә, соны айтып тұрмын. Блин, менде вообще сөз жоқ, разбойник. Менде вообще шок қой. Мен былай ойлағанмын, сендер мені вообще таппайсыңдар деп. И жер астыдағы қорқынышты үй туралы вообще енді болмайды деп ойлағам. Но жер астыдағы қорқынышты үй қайтадан оралды, по-моему. Жарайды, Диас, давай, мен кеттім. Маған деламен заниматься ету керек, өзімнің шаруаммен. Ал сен мынау жительдер, осы жительмен отыра тұр, досыңмен и солмен сөйлесе тұр осында. Ой, блин, житель, мынау разбойник куда-то кет қалды бізден. Ой, блин, Диас, енді не істейміз біз? Білмеймін, житель. Кстати, Диас, мен сенен тағы да бір нәрсе сұрағым кеп тұр. Давай, житель, сұрай бер. Давай, мен сені тыңдайын. Короче, Диас, мен ана жолы сенің жер астыдағы қорқынышты үй туралы видеоңды көргенмін, и сол видеоның ең соңғысын көргенмін, и сол видеоның ең соңында сен былай айтқансың: біздің деревнямызды разбойниктерден и поборниктерден құтқарғанда мен кеттім қайтадан анау жер астыдағы қорқынышты үйді көрейін деп. Но сен оны что-то көрген жоқсың, и басқа тағы да жер астыдағы қорқынышты үй туралы видео болған жоқ что-то. Ладно, достар, давайте осы видеоны заканчивать етейік. Мен, достар, қазір барайын, қайтайын жер астыдағы қорқынышты подвалға. Мен, достар, қазір тағы да бір нәрсе табайын ол жерден. Я, житель, сол кезде мен сендердің деревняларыңды разбойниктерден құтқарып болғанда, и мен солай өтірік айта салдым, потому что маған уже надоело сол кезде жер астыдағы қорқынышты үй. И мен сол кезде достаточно ресурстарды алып алғанмын өзіме, и мен жер астыдағы қорқынышты үйді ары қарай исследовать етудің орнына өзімнің шаруаммен заниматься етуге барғанмын. Понятно. Так, ладно, житель, давай енді ойланайықшы мына жерден қалай шығатынымызды. Кстати, житель, мен саған өзімнің историямды айтып едім ғой. Мен осы тюрьмаға қалай попасться еткенімді. Короче, мен осы мирге жай ғана выживать ету үшін кіргенмін, и потом мен өзіме дерево добыть етіп и ресурстар добыть еткенде менде осы заттар сохраниться етіліпті ғой. Вот кирка, верстак, топор, дерево. Давай, житель, осы жерден просто так шығып көрейік киркамен. Жарайды, Диас, давай шығайық. Так, житель, погоди, менде план бар. Давай, житель, сен осында чуть-чуть отыра тұр, потому что анау жақта разбойниктер, поборниктер болуы мүмкін, и олар сені өлтіріп тастауы мүмкін. Сен соларды білесің ғой. Олар көп, біріншіден, ал екіншіден олар сені тез-ақ өлтіріп тастайды. Жарайды, Диас, мен тогда осында сені күте тұрайын. Жарайды, житель, давай, мен саған потом келем қайтадан, оралам мен осында обязательно. Так, ладно, давай шығайық мына жерден. Так. Житель, подожди.
давай мына жерді обратно жау қояйық. Короче, житель, мен осы мерге кіргенде мен, оказывается, видеоны қойыппын ғой. Видеоны давай сначала подписчиктармен амандасайық. Короче, достар, сәлем, менің атым Диас. И бүгін, достар, осы видеода біз қайтадан жер астыдағы қорқынышты үйдеміз. Короче, осы видеода жер астыдағы қорқынышты үй қайта оралды. И мынау, достар, тот самый житель 3 жыл бұрын жер астыдағы қорқынышты үйде клеткада болған. Давай, житель, амандас. Я, достар, бәріне сәлем, мен жительмін сол. Так, ладно, житель, давай. Мен енді осы жерді қазайын, осы жерді. И осы жерден выбраться етейін. Так. Давай, житель, мен потом саған келем обязательно. Давай мына жерді обратно жау қояйық, чтоб уликаны оставить етпеу үшін. И давайте қолға қылышты алып аккуратно ашайық есік. Так, мында лестница какой-то. Так, давайте есікті жауып қояйық и төбеге көтерілейік. Так, достар, қараңдар, мында үй какой-то. Біз житель екеуміз какой-то бір деревенский үйдің подвалының астында болдық все это время. Так, мында сандық какой-то. Так, мә, қараңдар, достар, мынау сандықта алмазный броня жатыр, оружиемен. Так, давайте соны алып алайық, достар, и сразу киіп алайық. Маған осы заттар разбойниктермен и поборниктермен шайқасуға керек болады. Так, давайте енді мынау үйден шығайық. Так, тихо, достар, анау жақта уже разбойниктер жүр. Тихо, нет, 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 кетіңдер, кетіңдер, разбойниктер мен поборниктер. Нет, менде үшеу-ақ қана хп. Нет. Достар, менде екеу-ақ қана хп. Точнее, біреу хп половинамен. Так, давайте өлмеуге тырысайық. Өлмеуге. Так, анау разбойник қайда қашып кетті? Қайда? Так, что-то жоқ ол. Так, тихо, тихо, мне жүр ол. Мне на саған. Все, өлтірдің. Так, достар, менде біреу-ақ қана хп. Так что давайте мынау стеклоны шаға салайық, есікпен кірудің орнына. И мынау поборникті өлтірейік. Так, мынау разбойниктер мен поборниктер даже үйлерде жүр. Так, погодите, достар, мен какой-то бір деревняда жүрмін, жер астыдағы деревня. Так, погодите. Достар, мен, по-моему, бір нәрсе вспомнить еттім. Короче, помните, 3 жыл бұрын мен жер астыдағы қорқынышты үй туралы түсіргенде, мен сол кезде мен тоже деревня көрдім жер астыда, но только ол деревня басқалай көрінген. Так, ал мынау уже басқалай көрінеді. Так, давайте мынау үйге кірейік и сандықты көрейік. Достар, маған повезло. Қараңдар, мында тамақ жатыр, но осы тамақ, конечно, сырой, достар, не приготовленный, но ладно, давайте все равно жей, чтоб хпмызды восстановить ету үшін. Так, ладно, достар, давайте біз енді чуть-чуть күте тұрайық, пока біздің хпмыз толғанша дейін, восстановиться еткенше дейін. Короче, достар, все, менің хпм вроде восстановиться етті. Так, давайте енді сначала мынау деревняны қара кетейікші. Мынау деревняның үйлерін. Тихо, мында тағы да бір поборниктер жүр. Олар осы деревняның үйлерінде тұра ма не? Или білмеймін. Так, мынау сандықта. Так, мынау сандық пустой, достар. Пустой. Так, ладно, давайте мынау үйді көрейік. Так, мында тағы да бір разбойник. Так, кстати, достар, мен 3 жыл бұрын мен жер астыдағы қорқынышты үйде басқандай деревняда
басқандай деревняда ресурстар тапқам еще ресурс. Так, давайте, достар, біз сандықтарды қарайық. Может, осы жерде тоже ресурстар бар шығар. Сандықтарда прошлый деревнядағы секілді, прошлый ескі жер астындағы қорқынышты үйдегі секілді. Так, нет, мынау сандықтардың бәрі пустой какой-то, и мында қан какой-то непонятный жительдің қаны сияқты. Так, ладно, достар, все, мен деревняны қарап шықтым. Так, давайте енді анау жаққа барайық. Анау жақта есік какой-то. Так, давайте на всякий случай тамақ жеп алайықшы, а то менде голод басталды. Так, давайте есікті ашайық. Тихо, анау кім, достар? Қараңдар, мында какой-то басқандай бір разбойник жүр. Так, ол какой-то опасный, достар. Қараңдар, төбеде хпс көрініп тұр оның. Тихо, тихо, ол маған еще көп стреламен атады. Көп стрела. На саған, кет бар. На саған. Так, тихо, тихо. Так, ал мынау немене, достар? Қараңдар, мында какой-то лёттар пайда болып жатыр. Тихо, мында еще зомби пайда болды. Зомби. Қайда ол? А, міне зомбилер. Блин, зомбилер қайдан пайда болды? Вообще, непонятно. Так, давайте есікті жауып қояйықшы. А, кстати, достар, жаңа клеткада разбойниктердің бастығы бізге айтып еді ғой. Бізде жап-жаңа разбойниктер бар, магия иметь ететін деп. Так, вот, достар, ол оказывается прав болыпты. Мында разбойниктер магия иметь етеді. Біреуі көп стрела пускать етеді, ал екіншісі маған лед пускать етеді. Қараңдар, мында тағы да бір разбойниктер бар осы есіктің артында, магия иметь ететін. Давайте, бер келіңдер. Давайте, на саған. Мынау лед, достар, вообще бесполезный какой-то. Мынау лед деген магия вообще не действует. Так, мында откуда-то зомбилер пайда болды. Ол тоже магия, по-моему. Осы разбойниктің магиясы лед пускать ететін. Так, мынау комнатада не бар вообще? Так, мынау немене? Мында тоже түкте жоқ. Мында печка какой-то. Ладно. Так, давайте сначала мынау есіктерді қара кетейікші. Так, мында вообще түкте жоқ. Мында су какой-то непонятный. Так, ал мында не бар? Так, блин, мында вообще түкте жоқ. Мынау просто қорқынышты мрачный комната. И мында труп, достар, біреудің басы. Ладно. Так, давайте мынаны қарайық. Мында не бар? Так, ал мынау какой-то бір кабинетке ұқсайды. Мында орындық, стол и книжный шкаф. Ладно, давайте мында барайық. Так, мынау комнатада какой-то трубалар стеклянный, сумен и лавамен. Еще печкалар какой-то. Так, мында, достар, кітапхана какой-то. Қараңдар, кітапхана. Тихо, мында еще разбойниктермен скелеттер жүр. Точнее, скелеттермен разбойник. Қараңдар, қайда қашып барады мынау разбойник? Мынау разбойник прям вызыватель сияқты. Вызыватель сияқты қашады и магия пускать етеді. Так, мынау кітапханада вообще түкте жоқ. Ладно, давайте тамақ жеп алайық. Тамақ. И ары қарай барайық. Так, мында не бар? Так, мында қан какой-то. Қан. Так, ал мында бочкалар какой-то. Так, бочкаларда бір нәрсе бар ма вообще? Давайте көрейік сначала. Так, нет, бочкаларда вообще түкте жоқ. Так, ладно, достар, мен анау клеткадағы жительға обещать еткенмін. Мен артқа оралам деп, оны выпустить ету үшін. Давайте біз оны выпустить етейік. Мен
по-моему, бүкіл разбойниктерді өлтірдің по пути. Так, давайте енді артқа жительға қайтайықшы. Так, давайте есікті жауып қояйық на всякий случай. И барайық анау жительға. Так, житель, привет. Мен, короче, бүкіл разбойниктер мен поборникті өлтірдің, по пути болған, алдыда болған. Мә, Диас, сен алмасный броня мен незаритовый қылышты қайдан алдың? Так, житель, ол заттар анау төбеде сандықта болған, какой-то сандықта. Понятно. И, кстати, житель, төбеде разбойниктер болыпты, магия иметь ететін. Короче, анау разбойниктердің бастығы осында болған. Ол дұрыс айтыпты. Ода новый разбойниктер пайда болыпты. Ода магия иметь ететін. Вызыватель сияқты магия. Понятно, Диас. Так, ладно, житель, давай кеттік артымнан, бізге осы жерден қашу керек дес. Давай, кеттік.